100 мың, 200 мың теңге жіберді деген спискті көрген халық желіде хит болған әншілердің су тасқынына берген ақшаларының спискісі көпшіліктің ашуын тудырды. Біздің өнерпаздарға, өнер жұлдыздарына, той бизнес, шоу бизнестің топовый әншілеріне барлығына наразылығын білдіріп жатыр. Неге олай деп? Что за отношения деп? Музыкант Алмас Ақылбеков өзінің Инстаграм желісінде әншілерді сынға алды. Конечно, наразы болады. Потому что өнер жұлдыздарының өздері кінәлі. Жеген бастарын, тамақтарын, дастархандарын, қонақ күтіп алғандарын, машиналарын, үйлерін бәрін көрсетеді да, мындайға келген кезде жымқиып қалады. Что там сообразим деп, приравняется прям филармонияның әншілеріне. Димаш Құдайбергеновті қараңыздар. $1 миллион судан зардап шеккендерге аударды. $1 миллион. Өзінің авторитетін түсірмей, өзінің сколько человек зарабатывает, столько и отдает. Потому что оның концерттерінің соңғы рядтарының бағасы 30 мыңнан, 40, 50, 60 мыңнан басталады. Я? Ну и по миру гастролирует деген сияқты. Ол сообразим, что там деген жоқ па? Жария қылып садақа беріңдер дегеннің алдында сол. Жария қылып беріңдер. Тығылмай, что там деп чаташпай, я? Өздерің каждый әншілер барып, 1 миллион менен, 2 миллион менен, 5 миллион менен деп барсаңыздар, бұндай әңгіме жүрмес еді. Оның айтуы өте орынды. Халықтың ақшасымен күн көріп отырған әншілердің бұл берген 100 мың, 200 мың теңгелері қарапайым адамның 100 теңге, 200 теңге бергенімен тең емес пе? Бәрін көрсетесіздер анандай мақтануға келген кезде. И мындайға келген кезде ешкім мақтанғысы келмейді. 100 мың, 200 мың теңге деген мен сияқты филармонияның әншілері, өнерпаздар жалпы аты шықпай қалған, андай палаткада тұрып жатқан, стройкада өзі 3-4 жыл үйін салып жүрген өзі, е. Сондай әншілер жіберсе жарасады, и то по возможности, потому что зарплата бізде сондай. Бір тойға ең азы миллионға келетін әншілердің бұлары өте ұят. Халық қиын жағдайға тап болғанда миллионнан неге бермеске? 100 әнші миллион беріп, 100 миллионға неге 7-8 отбасыға үй салып бермейді? Енді әншілердің халықтың алдында беделдері түсті. Бір Димаштай 100 әншің бола алмады. Ішіп жегендеріне мәз. А сендерге вообще не понимаю, егерде сол шын болатын болса, 100 мың, 200 мың теңге жіберді деген нәрсе. Ну это честно, ол ұят нәрсе. Олай болмайды. Жария қылып жіберіңіздер, аянбаңыздар. Сол жіберген ақшаларыңыз, вы понимаете, солардан сендерге қайтып келеді ғой. Сендер неше рет сол Батыс Қазақстанға гастролировали. Тойға барасыңдар, ана Ақтөбеде Хромтаудың заводының концерттеріне постоянно барасыңдар да. Ақшаларын, гонорарларында алып кетесіңдер. Вот жазыңыздар. Кімнен қанша гонорар сұрады? Халықтан қандай тойларыңыздан қанша гонорар, қай әнші сұрады? Вот сондай гонорарды беріңіздер. Қайтып келеді ертең ол сол. Ол халық болмаса қаяқтан аласың? Государство вам не помогает, вы не врите. Астыңдағы жүрген көлігің үшін, ана зәулім көрсетіп жатқан үйлерінің барлығы сол халықтың ақшасы. Я, былайша айтып келген кезде. Беріңдер сол, бір гонорарыңды берсеш, 5 миллионға шығып жүрсің ба, 4 миллионға шығып жүрсің ба? Қаншаға шығып жүрсің? Соңында бер. Одан сен тар болып қалмайсың. Тарым ба? Халқым, аман болыңдар, әншіңнен қайыр болмады. Су келіп қауіп төнгенде, оразаның біткені жаңа емес пе? Халыққа берген көмегің 100 мыңнан шектеліп қалды ма? Несібең болды халықтан, басқа сендерді не қылсын? Қазақ емес пе? Сендерді жартқан. Димашың аман болсыншы, халқын қолдап жүрсінші. Батысым, Ақтөбе, Атырау, назар аудардың жігіттеріндей, ұлдарың аман болсыншы. Ассаламалейкум, қазақ елі. Батыс Қазақстан облысында болып жатырған төтенше жағдайларға байланысты осы облысымыздың атынан жайдарманшылар болып осындай видео үндеу түсіруді жөн көрдік. Облысымыздағы ауыл аймақтарда панасынан, малдарынан айырылып қалған жандар өте көп, және де өзіміздің Орал қаласына үлкен су келе жатыр деген ақпарат бар. Сол қауіптің алдын алу мақсатында біздер қаражаттай қор ашқалы жатырмыз. Енді бұл ақша не үшін жиналып жатыр деген сұраққа жауап бере кетейік. Орал қаласына Қазақстанның барлық қалаларынан өзге елдерден көмектер келіп жатыр. Киімдей, тамақтай. Бізге қазір жастарға қайық, фонарик, етік сияқты керек заттар алынады. Және одан қалған бөлігі үкімет енді барлығын қалпына келтіріп береміз деп айтып жатыр ғой. Оның барлығы бір күнде қалпына келмейтіні анық. Сондықтан үйінен айырылған жандар, малынан айырылған жандар, бәрі қалпына келгенге дейін оларға да ақшалай ертең көмек керек болады. Керектеріне жаратамыз деген ниеттеміз. Бұл видео үндеуді барша қазақстандықтарға және де бізді танитын аға бауырларымызға, бизнестегі жігіттерге және де Қазақстандағы барша жайдарманшыларға осы сәлемдемемізді жолдаймыз.